Күн тәртибенен эрекшеликтери. 0-дан 3 айга дейинки кезин. 0-дан 3 айга дейинки кезин бул убакытта сабыдин уйку тәртибини болжауга келмейтиндей көрүнүшү мүмкүн. Бирок назар аударууга турарлык кейбир эрекшеликтер бар. Барлык сәбилерге ортак бир нерсе, олар көп уйктайт. Орта есеппен алгашкы бир нече аптада тәулүгүнө 18-ден 20-22 саатка дейин уйктайт. Уйку менен сергектик нормалары бул шамамен багыт-багдар беретін көрсөткүчтөр. Сизге негизге алатын басты уйку нормасы бул сәбиңиздин уйкусунун сапасы менен онун өзүн калай сезинетини. Бирөөгө көп уйку кажет, бирөөгө азыраак. Бул ерекшеликтер өмүрүнүн алгашкы айларында байкала баштайт. Биздин түшүнүгүмүздөгү барлык уйку менен оянуу саат боюнча катаң белгиленген режимдер иштөө үчүн мүмкүн эмес әрі физиологиялык тургудан дурус эмес. Өмүрүнүн алгашкы 3 айында күндүзгү уйкулар көп, 5 реттен де артык болуу мүмкүн. Улардын ар кайсынын узактыгы ар түрлүү болот. Бул жашта шамамен ар 2 апта сайын баланын уйку нормасы өзгөрөт. Уйку убакыты азаяды, ал сергектик убакыты көбөйөт. Муну түшүнүү өтө маңызды. Уйку мәселелеріне жиі әкелетін қателік ананың бір режимге қатып қалуы. Балаға бұрынғыдай көп уйку емес, көбірек сергектік қажет. Ал анасы оны бұрынғыдай жиі уйықтатуға тырысады. Уйқысын түрлі тәсілдермен ұзартуға тырысады. Өмірінің бірінші айында бала үздіксіз 30-50 минут сергек болады. Күндізгі уйқылар саны 5-6-дан да көп. Әр қайсысы 20 минуттан 3 сағатқа дейін созылады. Ұзақ 3 сағатты уйқы бір рет болады. Bir aydan кейін бұл ұйқыны 2,5 сағатқа дейін қысқарту керек. Ал екінші айға қарай 2 сағатқа дейін қысқартуға жет. Маңыздысы, егер бала тым ұзақ ұйықтап, 3 сағаттан артық ұйықтаса, оны міндетті түрде оятып, тамақтандыру керек. Егер күндізгі ұйқы қысқа 20 минутқа дейін болса, онда ұзақ ұйқыдан кейін баланың белсенділік кезеңі ең ықтимал қысқарақ болады. Ал сергек уақыты көбірек болады. Түнгі ұйқы 8-ден 10 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Бала тамақтану үшін оянып тұрады. Тамақтану үшін балалар әр түрлі уақытта оянады. Кейбіреулер 5 сағат бойы оянбай ұйықтайды. Ал кейбіреулер әр 2-3 сағат сайын тамақтану үшін оянады. Алғашқы айларда түнгі ұйқыға кеш жату тән 21:30-дан кейін, тіпті 23:00-де де болуы мүмкін. Сондай-ақ кеш жату кеш оянумен байланысты болады, және керісінше. Екінші айда ұйқы арасындағы сергектік уақыты 1 сағаттан 1 сағат 20 минутқа дейін, күндізгі ұйқы саны 4-тен 6-ға дейін болады. Күндізгі ұйқы 20 минуттан 2,5 сағатқа дейін созылады. Өмірдің 3-ші айында сергектік аралығы ұлғайып, 1 сағат 20 минуттан 1 сағат 35 минутқа дейін болады. Күндізгі ұйқы саны 4-тен 6-ға дейін. Күндізгі ұйқы 20 минуттан 2,5 сағатқа дейін созылады. Сәбидің ұйықтағысы келгенін түсіну үшін оның шаршау белгілеріне назар аудару қажет. Ол көзін уқалайды, бір нүктеге қарап қалады, саусағын сорады. Бұл оның ұйықтайтын уақыты келгенін білдіреді. Бірақ кейбір балалар бұл белгілерді аса айқын көрсетпейді. Мұндай жағдайда әр ұйқы алдында сергектік уақытын дұрыс таңдап, сол уақыттан кейін бала оңай ұйықтап, мықты ұйықтайтын болады. Егер сіз балаңызды ұйықтату қиындап кеткенін, ол ұйықтауға қарсыласып, тысқа әрі үстірт, мазасыз ұйықтайтынын байқасаңыз, бұл сізге күн тәртібін өзгерту керек деген қызыл белгі.